Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен наурыз көже жасайтын боламыз. Менде сүрленген жылқының еті, қазы. Суымызды керегінше құйып, отқа қоямыз. Наурыз көжеге қосылатын дәнді дақылдарды бөлек суға пісіремін. Бұл ақ жүгері. Сорпа қайнайын деп жатқанда осылай көбіктері шығады. Жақсылап 2-3 реттен аласыздар. Сорпаны осылай баяу қайнатамын, қатты бұрқылдатып қайнатпаймын. Бұл бидай жақсылап жуып алып, піскенше қайнатамыз. Сары жүгері бұл өте ұзақ қайнайды. Қайнап жатқан еттің сорпасынан кішкене алып, қаттылап тұрып қамыр илейміз. Мен етті баяу отты 3,5 сағат қайнаттым, міні пісті, енді аламыз сүзіп. Етті өз қалауларыңыз бойынша кессеңіздер болады. Мен бірақ осы видеодағыдай ұзынша етіп кестім барлығын. Сорпаны сүздім. Мен наурыз көжеге әрқашан қамыр саламын, көп емес, кішкене ғана. Қамырларымызды қайнап тұрған сорпаға құйып пісіреміз. Бәрі пісті, енді жаңағы етті, қалған дәнді дақылдарды ақырындап саламыз. Мен наурыз көжеге қатық қосамын, әркім өзі біледі, біреулер айран қосып жатады, маған бізге отбасымызға қатық ұнайды. Қазір сорпа ыстық болғаннан кейін оның суығанша бірден қоспаймыз, өйткені жаңағы қатық или айран қосатын болсаңыздар іріп кетеді. Сорпаның ыстығы басылғанша деп бауырсақтар жасап тастадым. Сорпам кішкене суыды, енді қатықты дайындайтын боламыз. Қатықты бірден сорпаға қоспаймыз, өйткені іртік-іртік болып дұрыс араласпай қалады. Оны бөлек ыдыста үстіне сорпа құйып, жақсылап езіп аламыз. Осындай масса болады, осыны содан кейін сорпаға құямыз. Сол кезде бәрі біркелкі болып, әдемі араласады сорпамен. Наурыз көжем өте керемет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.